аудандық Мағжан оқуына қатысушы Көшкентал орта мектебінің 11 сынып оқушысы Жұматай Ернұр. Ақында бала ғой, айға ұмтылған бақыты бойынша Мағжан Жұмабаевқа арнау. Болса да жарқабақ басып қадам, шалса да аяғынан кейбір надан, халық үшін шырпыр болған жанаш. Теңгелеме ақындарға әрбір адам. Өр рухты қазақ деген аты бар, атам десе ұлт үшін атылар. Ел басына түскен кезде тауқымет, шыбын жан қиып кеткен ақындар. Еске алып тебіреніп жаздым өлең. Өткенде азған емес қаздым терең, ұлылардың үміт артқан жастар едік, сұлулықтың ұшқыны болып мен де келем. Азған емес жастардың да жарқыл көп, жамандықта шығып жатыр қарқыны жоқ. Бабалардың ізін қуып қалсам екен, талай ақын ойшылдарды сарқыты болып. Мен де ақын ем, қызыл тілді жалғадым, мадақтаумен ерендерді талмадым. Ерендердің ерекшесі еңселі, арынды ақын Мағжанға арнадым. Мағжанның сөздеріне қайранмын, тереңнен танымаққа жайландым. Осындай шебер тұлға әкелген солтүстігім топырағынан айналдым. Сыршыл ақын жүрек қобызын шерт алған, біздер үшін қалам салған, тер тамған. Сол еңбекті қадірлеші әр қазақ, ақыным деп жаным бер жол салған. 1893-те туылды, ұлығымыз Мағжандай тұлымды. Есте қалды ақындардың бірі болып, Алла қолдап бекен атап ұлыңды. Бала кезден ақылы бойдан асыпты, Құдай берді осындай бір нәсіпті. Өз әкесі бекен салған мектепте алғаш сауат 4 жасында ашыпты. Бала кезден 4 жыл оқып, хаттанып, талай ақын өлеңдері жатталып, одан әрі оқымаққа Қызылжар кетіпті, медресесіне аттанып. Бала шәкірт надандықтан жиренді, мақсат етті білімнен сауыт кигенді. Көп тіл білген ғылымға жол ашпақ, араб, парсы, түрік тілін үйренді. 1910 жылы Ғалия медресесі аты елге жария, жоғарғы оқуына түсіпті, болған соң білім теңіз дария. Атақты ұстаз болған ғалымжан, ғылымға шын пейілмен салынған. Мағжанға бар білерін үйретті, үміт күтіп бойындағы дарыннан. Сол мектепте бейімбетпен танысты, ортаға өздік пікір салысты. Мақсаты мен мүдделері бір болып, бұл тіршілік соқпағымен жарысты. Шолпан болды тұңғыш өлең жинағы, әлі көп еді әдебиетке құймағы. Қазағымда түзер жағдай аз емес, өлеңмен жеткізуді тимады. Бір қызығы Мағжан, өлеңде Мағжан қозғамапты теңсіздіктің табынан. Бай кедейді бірлікте деп түсінді, әлдеметпе жақсылықтың жағына. Мол жырлары кең далаға арналды, өлі әлем өлең сөзбен жандалды. Суреттеуге табиғатын қазақтың саф алтындай сара сөздері таңдалды. Терең қақты өлең дейтін қазықты, беріп кетті асыл сөздей азықты. Батыр баян аталатын поэмасын тәнті болды, бірақ түнде жазыпты. Бұл адамды сарғайтатын сағыныш, жаралы жаның толы жалыныш. Абақтыға жазықсыздан жабылды, тағдырына жазылыпты жазмыш. Қолда кісен, астан кестен өмірі, жайта бар ма сағыныштан көңілі. Сар даласы, сорлана ойында, қалың қазақ, сайран жер өмірі. Бұдан асқан қасірет жоқ адамға, түсіп кетсе қыс көмірі тарамға. Бойындағы бір күйініш күйдірер, жазықсыздан жала жапса адамға. Үйі болды темір торлы абақты, аямады сол жылдары қазақты. Елім деген, жерім деген ақындар көріп кетті жан қиналар азапты. Күлкімізден көптеу еді мұңымыз, мазасыздау келіп еді түніміз. Тәуелсіздік алдық баба мінекей, иншалла оңнан туып күніміз. Ұмытылмас тарихта ізін қалды, артыңнан қаншама жас ізін салды. Дәріптеп келе жатыр мына сіздей, еліне сая болған құбат алды.
тұғыр елім, дами берген жасқанба, әр қазағым шарықтасын аспанға. Ұмытылмас, үмітің ақталып жатыр қазір артып кеткен сенімі жастарға. Бүгінгі сайыс көңілдің қош емес пе? Өткен күнді қалдырмайық бос елеске, 45 жасаған Мағжанның 1000 жасап жатқандығы осы емес пе? Жүректегі орнатаудай ақындар, халқына мәңгі жаны жақындар, өшпес еңбектеріңді құрметтеп, сендерді жырлап өтер қақым бар.